Бәріңізге сәлем. Бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі алфавиттің дұрыс оқылуын үйренетін боламыз. Жалпы ағылшын тілінде бізде кейбір әріптер екі түрлі болып оқылады. Оның себебі неде және қандай әріптер? Ол ағылшын тілінде бізде ашық буын және жабық буынға байланысты тек дауысты әріптер өзгеше болып оқылады. Яғни олардың оқылуының екі түрі бар. Мына қызылмен белгіленіп тұрғандар бізде дауысты әріптер. A, E, I, O, U және де мына Y әріпі тоже бізде дауысты әріптер. Осы дауысты әріптер бізде екі түрлі болып оқылады. Ашық буынға байланысты, жабық буынға байланысты. Ал енді тоқтала кетсек, ашық буын дегеніміз не? Ашық буын дегеніміз сөз соңы дауыстыға бітсе, ол алфавит тегінде оқылады. Яғни мына 5 әріптің біреуіне бітсе, мына қызылмен белгіленіп тұрған әріптердің біреуіне бітетін болса, сөздің соңы, онда ол ашық буын болып, тура алфавит тегінде оқылады. Мысалы, A әріпі A болып оқылады, I әріпі I болып оқылады. Қазір сіздерге мысал келтіретін боламын. Міне, осы тұста бізге ең маңызды бір дүние бар, ескере кететін. Ол назар аудармайды көп адам, мына I әріпі. I әріпі бізде ешқашан сөздің соңында оқылмайды. Ол жазылып тұрады, ол бізде ашық буын екенін білдіріп тұрады, алфавит тегінде оқу керек екенін білдіріп тұрады, бірақ өзі оқылмайды. Мысалға, мынаны алып гейме деп оқи алмайсыздар. Оның себебі бізде ол сөз соңында тек қана дауысты ашық буынға бітіп тұрғанын білдіру үшін тұрады. I әріпі бізде оқылады тек қана екі сөзден тұратын жерде. Мысалға, be, me, we, she, he деген кезде оқылады. Ал енді осы A әріпінің ашық буында A болып оқылуын қарастырайық. Ең бірінші кезекте ол бізде game, A болып оқылып тұр, және де соңындағы I әріпін мүлде оқымаймыз. Мына транскрипцияға қарап, осыған қарап оқып үйренуіміз керек. Ал мына жерде бізде уже сөздердің аудармасы бар. Game, ойын. Менің артымнан бірге қайталап жаттығу жасаңыздар. Late, кеш. Take, алу. Make, жасау. Name, есім, адамның есімі. Place, орын. Same, бірдей. Face, бет. Safe, сақтау. Бір нәрсені бір жерде сақтау. Hate, жек көру. Baby, бала. Able, қабілетті. Яғни біз ашық буында A әріпінің қалай оқылу кереккенін қарастырдық. A әріпі ашық буында A болып оқылады, және де мына сөз соңындағы E әріпі мүлде оқылмайды. Байқадыңыздар, game, late, take деген кезде біз ешқашан E әріпін соңында оқыған жоқпыз. Game, late, take деп оқымаймыз. Ал енді осы A әріпінің жабық буында оқылуын айтайық. Мысалға, сіздер сөз оқыған кезде бұны әрқашан A қылып емес, қылып оқып ататын кездер болады, және көп адам шатастырады, бұны ағы оқимыз деп. Аға ол бізде басқа әріп бар. Бұны біз жабық буында қылып оқимыз. Жабық буын дегеніміз енді бізде керісінше сөздің соңы дауыссыз аяқталса. Мына жердегі қызылдан басқа сөздердің бәріне, яғни мысалға B, C, D, осы әріптердің барлығы бізде дауыссыз әріптер. Мына қызылмен белгіленіп тұрғандар ғана бізде дауысты әріптер, соған біткен кезде ғана ашық буын болып, алфавит тегінде оқимыз. Ал егер мына қалған әріптерге аяқталған кезде, ол жабық буын болып, алфавит тегінде емес, өзгеше оқылып кетеді. Яғни болып оқылады. Әріпі болып оқылады. Мысалға, bad. Яғни сіз оны аласыз да bait деп айтамайсыз ғой, оны қылып оқисыз. Bad. Сөз соңы дауыссызға бітіп тұр. D әріпімен аяқталып тұр, дауыссызға бітіп тұр. Значит, ол бізде жабық буын. Bad, жаман. Hat, шапка. Cat, мысық. Dad, әке. Fact, факты. Bad, жаман. Hat, шапка. Cat, мысық. Dad, әке. Fact, факты. Яғни бұны алып алып, bad, hot,
cut деп, яғни ағып оқымаңыздар ешқашан. Бұл ә болып оқылады. Жабық буынды ә болып оқылады. Bat, hat, cat, that, fact. Екінші бізде и әріпі. И әріпі бізде байқадыңыздар, ашық буында әрдайым сөздің соңында тұрады, бірақ ол оқылмайды. Ашық буында сөздің соңында бағана е әріпін көрсеттік қой. Міне мына жерде same деген кезде сөз соңында тұр, face де тоже сөз соңында тұр, бірақ ол оқылмайды. Құры тұрады сөз соңында. Ал енді бұны біз жабық буында қалай оқимыз? Жабық буында қазақ тіліндегіндей е әріпі ұқсатып оқимыз. Мысалға, help, help, send, send, read, read, get, tell, tell. Яғни қазақ тіліндегі е қылып оқимыз. Help, көмек, send, жіберу, read, қызыл түс, get, алу, tell, айту, біреуге бір нәрсе деп айту, tell. Одан кейін бізде I әріпі. Бұл бізде ашық буында, яғни сөздің соңында дауыстық аяқталған кезде I болып оқылады. Мысалға, hi, hi, like, like, lie, lie, drive, drive, wife, wife. Hi, сәлем. Like, жақсы көру. Lie, өтірік айту. Drive, айдау, көлік айдау. Wife, әйел, яғни біреудің әйелі деп айтқан кезде ғана қолданыласыздар. Wife, ашық буында, яғни сөз соңында дауыстап өткен кезде бұл I болып оқылады. Ал жабық буында бұл бізде и болып оқылады. Яғни дауыссызға біткен кезде и болып оқылады. Мысалға, big, big, six, six, drink, drink, big, үлкен, six, 6, drink, ішу. Яғни бұл жерде барып, I әріпін I деп оқи алмайсыз, бұл жерде bike немесе олай оқылмайды ғой, дұрыс емес болып қалады. Сол себепті бұл жабық буында осылай и болып оқылады. Big, six, drink. Одан кейінгі бізде дауысты о деген әріп, ол бізде ашық буында о болып, екі әріп болып оқылады. Мысалға, home, home, go, go, no, no, hope, hope, broke, broke, home, үй. Өзіңіздің үйіңізді айтқан кезде осы home'ды қолданасыз. Үй, go, go, бару, no, жоқ, hope, үміттену, broke, сындыру. Ал о әріпі жабық буында сөз соңында дауысты аяқталған кезде о болып оқылады. Яғни қазақ тіліндегі о сияқты оқылады. Hot, hot, dog, dog, box, box, hot, ыстық, dog, it, box, қорап. Яғни бұны алып о қылып оқи алмаймыз мына жерде. Hot, dog десеңіз болмай қалады ғой. Бұл жерде жабық буында, яғни сөз соңында дауысты аяқталған кезде о болып оқылады. Hot, dog, box. Одан кейін бізде ю әріпі. Ю әріпі бізде ашық буында алфавиттегінде ю болып оқылады. Мысалға, use, use, қолдану, cute, cute, сүйкімді. Ал жабық буынға келген кезде бағана айтып өткен әріпін біз ешқашан ағып оқымаймыз дедім. Ағып осы ю әріпін оқимыз жабық буында тұрған кезде. Мысалға, bat, bat, cut, cut, cup, cup. Бұны көбіне кейбіреуі ю немесе о болып оқып алады да, сосын boot, coot деген сияқты дұрыс емес оқып жатады. Ал бұл жабық буында а болып оқылады. Bat, bat, бірақ, cut, кесу, cup, кесе. Одан кейінгісі бізде y әріпі, ол бізде I болып оқылады. Яғни y деп аталғанымен I болып оқылады. Buy, buy, сау бол. Cry, cry, жылау. Try, try, тырысу. Бүгінгі сабақта біз ағылшын тіліндегі дауысты әріптердің ашық буында, жабық буында оқылуын қарастырдық. Келесі сабақта біз екі әріптердің қосылып қандай дыбыс шығаратынын оқып үйренетін боламыз. Сонымен қатар
Осы сабақ сіздерге пайдалы болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Тағы қандай алфавиттерді, басқа қандай сөздерді оқуға болады. Мен соны сіздерге көрсететін боламын.